Елдос мырзаны баршаңыз танисыздар, алаштанушы. Енді Ереке бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы жақында ғана Құнанбай мен Абай туралы тақырып өте қызу талқыланды қоғамда. Пікірлер сан алуан түрлі. Расында да біз Абайды танимыз ба? Жалпы біз әлі советтік трафарет шаблондармен өмір сүріп жатырмыз. Совет одағы кезінде Абайды халықшыл ақыл деді, кедей тарапындағы ақын, байларды сынаған, кедейлерді қолдаған Абай деген бір образ жасап тастады. Біз сол мифке, фольклорлық санаға сеніп кеткен халық болып қалдық. Сол Абайды меншіктеп алдық, әрқайсымыз сол Абайды танимыз, сол Абайды білеміз. Бірақ Абайдың бай болғанын, Абайдың әкім болғанын, болыс болғанын, атқа мінер болып ел қызметіне араласқанын айтқымыз келмейді. Абай дәулетті отбасыдан шыққанын, Құнанбайдай бай әкенің тәрбиесін көргенін айтатын болса, қазақтың жүрегіне ауыр тиеді. Өйткені біз үнемі совет өкіметінің сіңіріп тастаған бай жаман, кедей жақсы деген ұғыммен өмір сүріп келе жатырмыз. Совет өкіметі қазақтың байлық иерархиялық ұғымын жойып тастады. Әйтпесе бай деген жарылқаушы, бай деген маңайына жұмыс беруші, ауылдағы кедей-кепшіктің баласын оқытушы, тең қараушы болған. Мәселен, Абайдың өзінің айналасында Абаймен бірге өскен балалардың бәрін Құнанбай оқытқан болды. Құнанбай Ғабитхан деген ұстаз әкелді. Одан мына Түркістанда жүрген жерінен Қамараддин Хазіретті алдыртып оқытты. Солардың тәрбиесі Абайға тиді, Абайдың айналасында жүрген жігіттерге тиді. Амал жоқ, совет заманында Абайды таныту керек болды. Абайды қазақ әдебиетінің тарихын қалыптастырған, жазба әдебиеттің атасы ретінде көрсету парыз болды. Ол уақытта амал жоқ, идеологияға сәйкес Абайдың шығармаларында халықты қолдаған, қарапайым халықтың жағында болған, патшалық билікке қарсы болған, байларды сынаған, феодализмнің жауы болған деген сияқты көрсетті. Солай бұрмалап Абайды тарихқа кіргізіп жазып берді. Иә, ол абайтанушы сол уақытта профессор академик ағаларымызға ризашылық айтамыз, өйткені Абайды әдебиет тарихына алып қалды. Ол уақытта бөтен елге қарап отырған, бостандығы жоқ, бодандықтағы ел үшін Абайды тарихқа кіргізу, Абайдың сөзін жаттату парыз нәрсе болды. Сөйтіп Абайды алып қалдық. Енді бүгін тәуелсіз қазақ мемлекетінде өмір сүріп жатырмыз. Енді өткен совет үкіметінің киіп жүрген көзілдірігімізді шешіп, өз тарихымызға шынайы қарайтын десоветизация, декоммунизация, процестермен қарап отырып, Абайды толық тануымыз керек. Абайдың бай баласы болғанын жасырмауымыз керек. Абайдың бай болғанын білуіміз керек. Абайдың байлыққа ұмтылып, байлыққа жету арқылы осындай дәрежеге жеткен айтуымыз керек. Абай өзі айтады, мал, дәулет, дүние адамды өзі іздеп тапса, ол ғиззат, ол адамды бұзбайды, керісінше адамға көрік береді дейді. Абай өзі бай болуды насихаттаған адам. Ол толық адам дегені де оның моральдық тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да, материалдық тұрғыдан да бай болуды насихаттаған. Сондықтан бүгінгі күні бай адамның аузынан Абай байдың баласы